Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Бүгін сіздермен бірге бауыры дүниеге келе жатқан кішкентай баланы бауырының келе жатқандығына дайындау мәселесін талқылайтын боламыз. Негізінен осы өздеріңіздің жүкті екендеріңізді білгеннен кейін өзіңіздің балаңызға бауыры келе жатқан айтқан кезде көп жағдайда бұл жаңалықты балаңыз аса қатты жақсы қабылдамауы мүмкін. Бұл өте қалыпты. Яғни ол әлі кішкентай болғандықтан өзінің кеңістігін, өзінің ата-анасын басқалармен бөліскісі келмейді. Сол себепті маған бөпе керек емес, оны алып келме деген секілді сізге аса қатты ұнай қоймайтын жауаптар беруі мүмкін. Бұны ойлап ешқандай шошудың қажеті жоқ. Тек қана осы баланың дүниеге келу процесіне үлкен балаңызды алдын ала дұрыс дайындауыңыз керек. Яғни осы баланың дүниеге келе жатқанын айтып, және оның артықшылықтарын, плюстарын айтып, баланы қызықтыра отырып, баланы осыған дайындау керек. Және де дайындық процестерінде балаңызға да арнайы бір жауапкершіліктер жүктеу арқылы, рөлдерді бөлісу арқылы да баланы дайындауға атсалыса аласыз. Мысалы айтайық, балаға киім таңдаған кезде, немесе төсек дайындаған кезде, немесе тағы да басқа дайындықтар жасаған кезде балаңызды да сол процестің ішіне кіргізе отырып, бұл істерді бірге істейтін болсаңыз, бұл үлкен бала үшін бір сенімділік туындататын болады. Енді көп жағдайда кішкентайды қаламауының басты себебі мен керек болмай қаламын. Яғни мені ата-анам бұрынғыдай жақсы көрмей қалады. Кішкентай бөпені жақсы көреді, мен мына жақта қалып қоямын деген қорқыныш, яғни бір сенімсіздік балаларда көбінесе жаңа қызғаныш сезімін оятып, кішкентайға деген бір жағымсыз әрекеттерді жасатуы мүмкін. Сол себепті ең бастысы балаға осы сенімділікті оята білу өте маңызды. Яғни қандай жағдай болса да мен сенің әрқашан қасыңдамын, мен сені бұрынғыша жақсы көремін, бұрынғыша мен саған көңіл бөлемін деген нәрсені балаға сездіре алу өте маңызды болып табылады. Енді бұл жерде тағы да бір ескере кететін жағдай, осы бір кезеңнен бастап әкелердің жауапкершілігі маңыздырақ болып есептеледі. Әкелер белсенді түрде тәрбие процесіне араласуы керек. Яғни 0-2 жас, кейбір көзқарастар бойынша 0-3 жаста көбінесе бала анасына жақын болып, көбірек анасын қажет ететін болса, осы 2-3 жастан бастап ақырын-ақырын әкелер осы процестің ішіне араласу керек. Әсіресе жаңағы бала дүниеге, кішкентай бала дүниеге келмей тұрып, үлкен балалармен әкесі жақсы тығыз қарым-қатынас орнатып алу керек. Өйткені кішкентай бала дүниеге келе салған кезде ол жаратылыс бойынша автоматты түрде анасының назарының басым бөлігі кішкентай балада болады. Енді кішкентай бала онсыз да әлсіз болғандықтан, анасына өте қатты мұқтаж болғандықтан, анасы автоматты түрде бүкіл көңілін соған арнайды. Уақытының басым бөлігі соған кетеді. Яғни баланы емізу процесі, астын тазалау, ұйықтату деген секілді мәселелердің бәрінде анасы басты рөлде болғандықтан, анасы көбірек кіші балаларға көңіл бөліп, үлкен балалар назардан тыс қалып қою мүмкін. Міне осы жағдайда әкелер анасының жоқтығын сездірмеу үшін бала тәрбиесіне белсендірек араласу керек. Үлкен балалармен көбірек уақыт өткізу керек. Отбасыда қалыптасқан арнайы дәстүрлер болатын болса, ойнап жүрген ойындар болатын болса, осы нәрселерді әкесі бұрынғыша жалғастырып отыратын болса, үлкен балаларда мен керек болмай қалдым деген ой, ол сезім болмайтын болады. Енді одан бөлек аналар да әрине біз болды, кішкентаймен кеттік, үлкендер әкесі саған аманат деп кетіп қалған, ол да дұрыс болмайды. Аналарда барынша үлкен балаларға да көңіл бөлуге тырысу керек. Әсіресе енді бала дүниеге алғаш келген кезде көбірек уақыты ұйқымен өтетіндігін ескеретін болсақ, сол бала ұйықтаған кезеңдерде бірден телефонға жүгірмей, бірден Инстаграмды шарлап кетпей, немесе сериалдардың алдына отырып, немесе үйдегі бітпейтін тіршіліктің артынан жүгірмей, белгілі бір уақытын міндетті түрде үлкен балаларға арнау керек. Бұны тіпті жұбайымен бірге арнайы жоспарласа өте дұрыс болады деп ойлаймын. Мысалы айталық, кішкентай бала ұйықтап қалды, немесе оны ұйықтап жатқан баланы далада серуендету керек болатын болса, бұл жауапкершілікті әкесі өзінің мойнына алып, кішкентай баланы коляскасына салып, серуендету мәселесін әкесі істесе, ал анасы үлкен балалармен үйде қалып, бұрынғы ойнап жүрген ойындарын ойнаса, немесе бірге отырып сөйлессе, былайша айтқан кезде анасына деген сағынышын басуына мүмкіндік беретін болса, бұл үлкен балалар үшін өте пайдалы болады деп ойлаймын. Немесе керісінше де болуы мүмкін, жаңағы әкесі кішкентай баламен үйде қалып, анасы үлкен балалармен сыртқа шығуы мүмкін деген секілді. Бұл жерде ең маңыздысы үлкен балаларға толығымен көңіл бөле алу үшін кішкентай баладан анасының уақытша ажырай тұрғаны орынды болып есептеледі. Не үшін? Өйткені кішкентай бала қасында болатын болса, және кішкентай бала кішкене жылап қалған кезде анасы автоматты
автоматты түрде бүкіл назары кішкентайға ауып кетеді да, үлкенмен бастаған іс-шарасы, ойыны тағы да жартылай қалып қояды. Бұның бәрі үлкен балаларда реніш, үлкен балалардың көңілін түсіру деген секілді нәрселерді қалыптастырады. Сол себепті осы секілді рөлдерді бөлісуді де пайдалана отырып, үлкен балалардың қызғанышын туындатпай, бұны пайдалы түрде өткізудің жолын қарастырған дұрыс болып есептеледі. Бәріңізге сәттілік тілеймін.